Қаскелеңдегі Қарлығаш ықшам ауданының маңында орналасқан бұл жаңа мектеп-гимназиясы 1 қыркүйектен бастап алғашқы оқу жылын бастайды. 1000 оқушының білім алуына толықтай жағдай жасалған аталмыш білім ошағының базасы заманауи үлгіде жабдықталған. Біз бүгін мектеп-гимназиямен танысу үшін арнайы келдік. Мектеп жалпы 3 ғимараттан тұрады. Әр ғимаратта балаларға барлық жағдай жасалған. 76 интерактивті тақта, инклюзив кабинеттері бар. Балалардың өнерін дамыту үшін арт кабинеттері бар. Қыздарға арналған тігін цехы бар. Домоводство дейді ғой, жаңа тамақ істейді қыздарымыз. Ондай бөлмелері бар. Мектептің төңірегін қарасаңыздар, балаларымызға дене шынықтыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында барлық кешен салынған. 700-ге жуық бала бүгінгі күнде қабылданды. Қазір 1-ші сыныпта бізде 3 сынып ашылып жатыр. 75 бала. Ал жалпы мектеп алды даярлықты қосқанда тура бүгінгі күнде 700 бала қабылданды. Бұл мектептің бір жақсы жері 1000 бала бір ауысымда оқи алады. Өйткені 86 класс кабинет бар. Бүгінгі күнде мысалға барлық жағдай бар. Түске дейін балалар оқып, түстен кейін қосымша сабақтары, спортпен айналысуына, өнермен айналысуына, неше түрлі іс-шаралар ұйымдастыруға мүмкіндіктер жасалған. Жасалған жағдайларды көріп, ата-аналар қуанып, алғыстарын білдіріп жатыр. Біздің басшылыққа, әкімге осындай балалар үшін үлкен мүмкіндік тудырып, жағдай жасап жатқанына мен де өз тарапынан алғысымды білдіргім келеді.